Алматы мемлекеттік бизнес колледжі кітапханасы. Кітапхана мамандары Жану Хамитовна, Ботагөз Калиевна. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қаулысы бойынша биыл қазақтың ұлы ақыны Абайдың 175 жасы мерейтойы аталып өтуде. Және 10 тамыз Абай күні болып белгіленді. Абай Құнанбайұлы қазақ халқының ұлы ақыны, ағартушы, философ, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, композитор. Орыс және Европа мәдениетін жақындату арқылы қазақ халқының мәдениетін жаңартуды ойластырған реформатор. Абай өз шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, моральдық, қоғамдық мәселелерін арқау еткен. Абай күні қазақ халқының әдебиетінің күні, қазағымыздың өнерінің күні, біздің қазақ халқымыздың ой санасының күні, поэзиясының күні. Абайға деген ілтипат, құрмет бұл бізбен бірге туылған. Біздің жанымызда, біздің жадымызда. Абайды ешқашан ұмытпаймыз. Абайдың тек қана поэзиясы емес, философиясы қазір ұлттың қалыптасуына әсер етеді. Бағдар беретініне сенімдіміз. Жастар тек қана білім алып, маман болу емес, толық адам болуы, кемел адам болуы. Дана Абайдың тағылымын жастардың санасына сіңіру, ой толғамдарын кеңінен дәріптеу.